келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың, анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің, сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің жан жақты. Барлық балам болса екен деп қасыңда, барлықтарын теңеп қойып асылға, бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе дебек ғасырға. Тазалықты сүйген еді жанындай, таза жүрек қалай тұрсын сағынбай, сағынамыз езеуреген кезіңді, жүре алмаймыз бұл тағдырға бағынбай. Оразғалиева Әлия Әмірқызы анамыз Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Оймауыт совхозына қарасты Шағырлы елді мекенінде 1948 жылдың 6 наурызында Оразғалиевтер әулетінің тұңғышы болып дүниеге келеді. Отбасында 4 ұл, 4 қыз болады. Әкесі Әмір мен анасы Хадиша елге сыйлы, халыққа қадірлі жандар еді. Анамыз әжесі Ақжарқынның бауырында өсіп тәрбиесін алған. Жастайынан зерек, пысық болған анамыз 1955 жылы мектепке қабылданып, 1966 жылы Байғанин ауданындағы Қарауыл келді орта мектебін жақсы аяқтайды. Сол жылы, яғни 1966 жылдың қыркүйек айының 20 жұлдызында Оймауыт совхозындағы Әліповтер әулетіне әкеміз Әліпұлы Қуанышбайға тұрмысқа шығады. Анамыз осынау өмір атты үлкен сапарда әкемізге асыл жар, балаларына аяулы ана, ағайынға сыйлы келін бола білді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет жолын ұстанатын. Әкеміздің жұмыс бабымен Оймауыт совхозының Теріскенді, Нұржау, Шөптігөл фермаларына қоныс аударды. Анамыз сол жылдары фермадағы дүкенде сатушылық қызмет атқарады. 1976 жылдан бастап Шөптігөл фермасындағы Бөкенбай орталау мектеп-интернатында тәрбиеші болып жұмыс жасайды. Дүниеге 4 ұл 5 қыз әкелді. Анамыз көз тірісінде ұлдарынан 5 немере, қыздарынан 15 жиен немере, 1 жиен жарын көріп кетті. Әлия анамыз ұлын ұяға, қызын қияға қондырып бақытты ғұмыр кешті. Өсірген ұл қыздарының барлығы жоғарғы білімді. Әке көрген оғжанар, шеше көрген томпішер демекші, әр қайсысы әр түрлі маман иелері. Бірі кәсіпкер, бірі мұғалім, ал енді бірі дәрігерлік қызмет атқарады. Балажан ана немерелерінің тәттілігінен тоймай, барлық адамдардың немерелері осындай тәтті мекен дейтін. 1998 жылдан бастап Байғанин ауданының Миялы совхозына қоныс аударды. Анамыз ағайынның, ауылдастардың басын қосып үнемі дастархан жаятын. Сол бір кең пейілдігі ауылға үлгі болды. 2007 жылдан бастап Ақтөбе қаласындағы екінші баласы Жомарт пен келіні Самалдың қолына келді. Әулетіміздің сыйлы келіні болған анамыз әулеттің анасы болды десек қателеспейміз. Себебі анамыз әкеміздің бауырларын, қайын сіңілілерін өз бауырындай жақсы көретін. Анамыз 1989 жылы үлкен ұлы Төремұратқа, 2003 жылы екінші ұлы Жомартқа, 2012 жылы кіші ұлы Ақсаматына келін түсірді. 3 баласының да құда жекжаты Шалқар өңірінен болды. Құдасын құрдасындай, құдағайын сырласындай көрген анамыз құда-құдағайларына көңілі толып, риза болатын.
Алладан сұрап алған ақсаматынан Димаш атты немересін сүйді. Қатты жақсы көрген соншалық немересіне Бітіри деп ат қойды. Бітіри 6 айға толғанда кенеттен аяулы анамызға Алланың бұйрығы келді. Көрінген барлық балаларының қызығын бірге көреміз деген әкеміздің үміті үзілді. Ең өкініштісі 43 жасында өмірге әкелген кенжетайы Қанаттың шаңырақ көтерген тойын көре алмады. Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалым биік өзгеден. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Құлыным менің құлама деп, құласаң да жылама деп, бақыт тілер аяулым. Өзіңсіз ана күнім шықпас, көп ішінде үнім шықпас, ат үстінде жаяумын. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Мәңгі жүрегіміздесің, аяулы анашым.